Адам кейде жаңағыдай мысалы күнәларға алданып, кейбір қателіктерді жаңағыдай мысалы мінезімізді түземей, соған үйренісіп қалып сөйтіп жүрген кезде, бұл иманды пайғамбарымыз салсам түсіну үшін айтып жатыр бізге. Иннал имана ла яхлaqu фи жауфи ахадикум кама яхлaqu ас-саубу. Сендер киімді білесіңдер ғой дейді. Үстілеріңдегі киім тозады ғой дейді. Сол киім қалай тозса дейді, қараңыз қалай айтып отыр. Сендердің іштеріңдегі иман да солай тозады дейді. Көп болды Алладан ұялмағалы. Көп болды Алла тағаладан ұялып жыламағалы. Көп болды Алладан сескенбегелі. Кеше біреумен айқайласып ұрысып жатқан иманның иісі де жоқ ана жерде, мысалы. Кеше анама туф дегем да. Не, қандай иіс бар жерде? Кеше біреу келді де біреу туралы ғайбат айтып жатыр еді, қой солай ма дедім оған. Не бұл? Сондықтан сендердің имандарың дейді, киім қалай тозса, ана көкіректеріндегі иман солай тозады дейді. Солай түсіндіріп жатыр бізге. Сондықтан не істейміз Аллахтан елшісі десек, фасалуллаха ал-имана ан юджаддид ал-имана фи қулубикум. Мынандай дұғаны айтыңдар дейді. Алла, жүрегімдегі иманымды жаңартшы деп. Осы дұғаны көп сұраңдар дейді Алла тағаладан. Иманды жаңартшы Раббым дегендей нәрсе. Киімді тозған кезде не істейміз біз? Тозған кезде, тозығы жеткен кезде басқа киім аламыз ғой, дұрыс па? Ол сырт. Соны пайғамбарымыз айтады. Ал-исламу алания. Ислам деген нәрсені ұғымы жалпы мағынада, ол көбінесе сыртың дейді сенің. Намаз сенің сыртың. Зекет, жаңағыдай мысалы, қажылық ол сенің сыртың. Сырт. Рәсімдерде бір қатысып жүру, ол сыртың. Валиману фил қолби дейді. Иман деген жүректе дейді. Сума ашара иля содрихи биядихи. Сосын бүйтіп сахабаларға айтып отырып, саусағымен жүрегінің тұсын көрсеткен екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Иман деген жүректе деп, сосын қараңыз немен байланыстырған. Ат-тақуа хахуна. Тақуалық деген тек мұнда дейді. Сыртпен мүлде көрсете алмайсың дейді. Сыртпен көрсетілетін нәрсе емес дейді ол. Біздің сыртымыз көбінесе өзімізге тақуалық болып алданып жүр. Біз сыртымыздағы істермен өлшеп жүрміз ғой біреулерді. Ішімде өлшейін десең, ішімде жоқ қып тұр ғой ештеңке өлшейтін. Қараңыз. Абай атамыз да соны жақсы түсініп отыр осы нәрсені. Шын илан дейді. Иланасың ба Аллаға? Шын илан дейді. Таза ойла бір иманды. Күллі уайымды шығарда, иманды ойла дейді. Міне сенің уайымың. Әйтпесе дейді, мұнафық намаз қылмап па, мағұлым қой ол дейді. Қараңыз. Намазыңмен мүмкін өзіңді алдап жүрген шығарсың дейді.